Қайырлы кеш. Қалайсыздар достар, қайырлы кеш барлықтарыңызға. Біз әдеттегідей шашлыковқа келдік. Мөлдіреп кеп қалдық. Сәлем баршаларыңызға. Қазір әдемі жерге келіп қалдым эфирден кейін. Маған қазір сообщенияларды оқып атсам, өз-өзіңді жоғалтып алыпсың, андай жымимайсың, күлмейсің, саған қарағанда мәз болатын едік деген сообщениялар келіп жатыр да. Айтқым келеді, ештеңе өзгерген жоқ. Дәл сондай адаммын. Мүмкін соңғы 2-3 күнде біраз настроениемді түсірген нәрселер болған шығар, бірақ қазір осы моментте барлығы керемет. Қалайсыңдар достар, қайырлы кеш барлықтарыңызға. Мен эфирдан шығып тойға келген жайым бар. Менде қазір выступление. В общем, движ. Кеш жарық барлықтарыңызға. Бүгінгі күні бойы салынған 5-6 сторисімді көрдіңіздер. Күніміз күнделікті сөйтіп өтеді негізі. Просто сала бергім келмейді, одно и то же. Тем более ер адамға, мне кажется, күнделікті қалай тұрғанын, қалай жатқанын, не ішкенін салған жараспайтын сияқты. Қыз балаларға еще можно. Поэтому осындай бір күндік обзор күнде бола бермейді. Анда-санда бір жасайтын заттарымды салып тұрамын. Сторисқа жиі шықпауды шештім. Или қалай болады? Реже деген қалай болады? Короче, вы поняли. Кештетіп бір керемет бір дүкенге кеп қалды, құрметті достар. Қандай десеңіздер, осындай қазақишылықтың иісін бұрқыратып жүрген, домбыра сататын домбыра стор дейтін магазин. Бұл жерде тек қана домбыралар ғана емес, сондай-ақ осындай гитаралар да сатылады. Келсеңіздер, керемет қолайлы, тиімді бағада алып кете аласыздар. Әрбір қазақтың үйінде тұру керек аспаптардың бірі деп ойлаймын. Әрбір қазақ, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. 22:00-де бүгін менің пулсам болады. Білесіздер, Кукабарда болады. Пулсаға дейін сәл өз-өзіме кеп алайын, андай шаршағанымды басып алайын деп бір жерге келіп бір шай ішейін деп атқаным бар. Енді шай болмаса да басқа бір ішеміз ғой енді. Бүгін достар потолок пулса болады. Қалмай келіңдер барлығын. Связда болыңдар, эфирда болыңдар. В общем, бәрін салып